Сәлеметсіздер ме, құрметті менің оқырмандарым. Менің YouTube арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып, лүпіл жіберуді ұмытпаймыз. Бүгін біз 2 сынып қазақ тілі 2 бөлім 99 сабақ дара және күрделі зат есімдерді жалғастыратын боламыз. Бүгінгі біздің оқу мақсатымыз дара және күрделі зат есімдерді ажыратуды үйренеміз. Мәтін мазмұны бойынша сұрақтар қоя алатын боламыз. 64-ші жаттығуға назар аударайық. Ертеңіні тыңда. Түлкі, тасбақа және кене. Баяғыда түлкі, тасбақа және кене үшеуі жолдас болып келе жатады. Алдарынан бір уыс тары жатыр екен. Үшеуі ойланып, мұны тұқым қылып, жерге егіп, көбейтейік, сонан кейін бөліп алайық деді. Түлкі бір жарып көріп, мен осы жарды сүйей тұрайын, болмаса құлап кетер, деп жардың астын саялап жатып алады. Тасбақа жерді тырналап, кене тарыны жиып, егіп әлекке түседі. Сөйтіп көп бейнет шегіп, тары піскен соң оны орып, жинап алады. Ертегі мазмұны бойынша сұрақтар құрастыр және оларға жауап бер. Енді осыларға қарай біз сұрақтар құрастырып көрейік. Бірінші сұрақ. Түлкі тасбақа кенен не тауып алды? Екінші сұрақ. Үшеуі тары піскенше қандай еңбек етеді? Үшінші сұрақ. Жинаған өнімді қалай бөлісті деп ойлайсың? Төртінші сұрақ. Түлкінің қылығы туралы не айтар едің? Қарамен жазылған сөздердің дара және күрделі зат есімдердің қайсысына жататынын анықта. Қарамен жазылған сөздер бұл жерде тұқым, кене, тары. Дара зат есімдер. Күрделі зат есімдер жолдас, тасбақа. Келесі 65-ші жаттығу. Жаңылтпашты көшіріп жаз. Көлшіктегі көлбақаны аласың ба? Тастақтағы тасбақаны аласың ба? Дара және күрделі зат есімдерді тап. Бұл жерде бізде зат есімдер көлшіктегі көлбақаны, тастақтағы тасбақаны. Келесі 66-шы жаттығу. Жұмбақты көркем жаз, шешуін тап. Ай далада ақ отау, аузы мұрны жоқ отау. Бұл жұмбақтың жауабы жұмыртқа. Күрделі зат есімді тап. Жұмбақта аузы мұрны деген сөздер күрделі зат есім болып келеді. Келесі бізде шығармашылық үзіліс. 67-ші жаттығу. Ребусты шеш, шешуіндегі сөз туралы энциклопедиядан біліп ал. 7 қар ақшы. 7 қарақшы. Енді осы 7 қарақшы туралы сипаттап, мәлімет жинап энциклопедиядан біліп алайық. 7 қарақшы аспанның солтүстік жартысындағы ең жарық 7 жұлдыз. 7 қарақшы жерден ең қашық орналасқан жұлдыз. Жердің бағыты мен түн мезгілінде айыруда жиі пайдаланған. 7 қарақшының ең жақсы көрінетін айлары наурыз, сәуір айлары. 7 қарақшы республиканың барлық аумағынан айқын көрінеді. Мінекей, құрметті менің оқырмандарым, бүгінгі біздің дара және күрделі зат есімге арналған қызықты сабақтарымыздың бірі аяқталды. Менің YouTube арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып, лүпіл жіберуді ұмытпайық. Келесі қызықты сабақта кездескенше сау болыңыздар.